Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін мен сіздермен бірге осындай керемет қатпарлы духовкада нан жасайтын боламыз. Тез және оңай жасалады, өте керемет. Мен рецептін жасап көріңіздер. Видеоның соңына шейін менімен бірге болыңыздар. Қамырымыздан бастаймыз. Бізге бір стакан осындай 200 грамдықпен сүт керек. Сүт болмаса айранда құюға болады. Сосын бір жарым стакан жылы су керек. Бәріне дегенмен жылы болған жақсы. Енді осыған бізде бір шай қасық толтырмай тұз саламыз. Енді қант салмай қоюға да болады. Мен бірақ салай дептім. Шай қасықпен бір қасық қана. Сосын бір шай қасық бізде қопсытқыш. Жақсылап араластырып жіберейік. Енді осыған бізде қанша ұн алады, сонша ұн саламыз. Ұнымыз мінекей еленген. Бір 600 грамдай болатын шығар. Енді жақсылап тұрып жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Барын сыра сал жүрмеңіздер. Осы ақырдап салып алып, жұмсақ қамыр жасайтын боламыз енді мінекей. Бұл нанның ерекшелігі өте дәмді болады. Арасына өздеріңіздің қалағандарыңызды салуға да болады негізі. Жұмыртқа піскен салуға болады. Жуа салып қоссаңыздар өте керемет болады. Біз жуамен жиі жеп тұрамыз. Өте ұнайды бізге. Енді дегустатор балаларыңыз арасына бір укропқа бірдеңе салып біреу жасап көр деп жатыр. Соған қазір біреуін ерекше жасайтын боламыз. Мен ұным сәл-пәл аздау болып қалды. Қазір тағы да елеп салып жүретін боламын. Неке қамырымыз дайын болды. Енді біз осындай жұмсақ болды. Әдемі. Кішкене жабысады, ештеңе етпейді. Енді біз үстеліміздің үстіне жинап, өтіп біткенше бетін жауып қоя тұрайық. Сосын барып жасайтын боламыз ары қарай. Менде холодильникте салат істеймін деп осындай жапырақ алғам ғой, шпинат дейміз енді орысша. Салмалдық дей ма, енді білмеймін, осын салатқа қосқан өте керемет болады. Осы енді салат жемейміз дегеннен кейін текке қалып қоймасын деп жуып кептіріп, мінекей алдын ала. Мен жаңағы Айназға жақсы көреді. Осын дәмі жоқ деп, жаңағы нанымыздың арасына салуға осыны уақтап турап алғым келіп тұр. Мынау жаңағы артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Сосын уақтап тураймыз. Егер де сіздерде қалып қойған күріш бола ма, жаңағыдай қалып қойған жұмыртқа бола ма, арасына май жаққаннан кейін салып жіберуге болады. Ол ештеңеде артық болмайды. Егер де сол келіп тұрса, салуға болады. Сосын қалғаны мен жай жасаймын. Жуанда майдалап, уақтап турап, жуанда қосып жіберуге болады. Қуырып, кішкене сарғайтып, дәм өте керемет болады. Осылай етіп, жапырағымызды уақтап турап аламыз. Барынша майдалап турадым енді. Бізге енді жаңағы тынып тұрған нанымыз. Керемет тындырдық деп айтпаймын, бір 10 күн шара істегенше қоя тұрдым, қолым тиген жоқ. Енді осыны сеуіп, біз 4 бөлікке бөліп алайық. Осындай керемет қамыр пайда болды. Қолына жаңағы шпинаттың несі ғой. Ішіне қара-қара болып тұрған олақ қоймаңыздар. Енді осыны біз теңге 4 бөлікке бөліп аламыз. Осылай етіп. Аштықмен де аштық жасауға болады. Бірақ мынау тез болады негізі. Енді осындай дөңгелетіп алып, төртеуінде. Осындай 4 бөлік болды. Енді біреуін ақырдап жаямыз. Жайғанда кішкене жұқалау қылуымыз керек. Ет нанында емес әрине. Одан аз-маз қалыңдау болады. Қамыр өте жұмсақ, әдемі. Арасында кәдімгі ашытқан секілді даже мындай пузырьктар да шығып жатыр.
томпайып қамырдың әдемі болған дегені сөзі. Қамырмен жұмыс жасағанды өте қатты жақсы көремін. Жайып алайын, сосын көресіздер ары. Мінекей нанымызды жайып алдық. Қалыңдығы мынандай болады. Мінекей. Енді осыған менде ертілген кәдімгі үйдің сармайы бар, тортасымен бірге. Бізде үйде сармай көп болғандықтан, өзім отбасыма жасайтын болғасын, мен кәдімгі әдемі болсын деп, осыны сармайдан жасаймын. Дәмді болады, зияны жоқ, табиғи. Осы сұйық майда жағуға болады. Дүкеннің бір әдемі жақсы сармайлар болса, оны да жағуға болады. Енді алып қолымызбен жағып жүрек. Маған щеткадан гөрі сол қолмен қаздап ыңғайлы болып тұр. Осыны өстіп бүкіл жан жағына тигізіп, әдемілеп бір келкі қылып жағып аламыз. Енді екі жағын кітап сияқты осылай жауып аламыз. Енді кішкене қатыс болады, енді ештеңе етпей. Осылай етіп жабасыздар. Сосын үстіне тағы да сармаймыздан жағып жібереміз. Ой, майдың түрін қараңыздар, қандай сап-сары, прямо күшті. Үйдің майы деген керемет қой. Осылай жағып. Нанды ашытқанда сүт жоқ, айран жоқ, қалай ашытам осындай жегім кеп тұр десеңіздер, кәдімгідей суға да ашытып жасай беруге болады. Енді қатып қалған ештеңе де жоқ. Арасына бірақ міндетті түрде осылай май жағыңыздар, сонда керемет болып шығады. Арасына бірдеңелерді салуға болады. Ал енді осыны жіңішке қылып орап шығамыз. Осылай. Есебі қатпар нан ғой. Шығып кетіп жатыр екі жағы. Осылай. Осы да шығады ішіндегі. Үштіп алып, сосын бүйтіп қоясыздар да, бүйтіп басып жібересіздер үстінен. Осылай төртеуінде осылай жасап аламыз да, кішкене бір 5 минутке тынады ғой, енді кезек-кезек жасағаннан кейін. Бірінші жасағанымыздан бастап, сосын кішкене жаятын боламыз. Мінекей жаңағы немізді, жапырағымызды салып та біреуін көрсетейін сіздерге. Осылай мінекей. Осымен де жасап көрегенде. Басқа ұлттар осы кәдімгі біргелелеп тұр, осындай көктеріп. Укроп, петрушка дейміз, соның бәрін салып жатады. Біздер енді көп жей қоймаймыз ғой. Бірақ мен өзіме ұнайды негізі. Мен өзім жақсы көремін осындай салатқа қосқанды. Осылай текке қалмасын деп, мен де бір әйтеуір мамалар солаймыз ғой. Текке қалмасын деп осыны уайымдап жүргем. Салат жемейміз дегесін ойлай қалып қойды. Құр өзін жей алмайды ғой деп уайымдап жүрем. Содан бүгін мінекей балалар осындай нан жейміз дегесін жақсы болды, бәрі сендерге жегізем ғой деп өзім осылай салып жатыр. Мен үстіне кішкене азғантайлап қана бүйтіп кішкентай ғана тұз сеуіп жіберейін, қасықтың ұшымен ба, кішкене жегенде де кішкене арасында бірдеңе барын сезсін, өйткені бұның дәмі жоқ. Оны да жаңағыдай тоже жабамыз. Енді май жағып жібереміз. Тортасымен араластырып жіберейін, кішкене дәм берсін. Осылай жағып, жаңағыдай бірінші көрсеткендей қылып ораймыз. Өте керемет болады. Құрметті көрермендер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай етіп. Атасы нан болғанмен де басқаша пісіргесін, басқаша болады. Енді осыны ақырындап жалғаған жерін қолдарыңызбен ұстап, ақырындап басып, жаңағы нанымыздың жанына қоя тұрамыз. Кішкене өзі бәрібір жұмсарып, өзі нетеді әдем тұрған сайын. Енді келесі қалған екеу ғана қалды. Сол екеуін көрсетпей-ақ қояйын, уақыт алады. Барлығын жасап болдық. Енді ең бірінші қайсысын жасадық, содан бастайық. Осылай етіп. Қатты баспайсыздар. Кішкене осылай жетіп жатыр. Төртеуінде мінекей осылай етіп кішкене басып аламыз.
осылай етіп алдық. Енді әрқайсының беттерін кішкене майлап жүйейік азғантай. Жұмыртқаның несімен сарысымен сүтті жағып жатады, бірақ енді біз майлай қосшы ол енді. Осылай майлап, духовкамызға 180 градусқа кішкене қызарғанша қарап отырасыздар ғой. Әркім духовкасы әлі түрлі. Жаңа шөппен істеген кішкене көтеріліп тұр, арасында не деген шөбі бар ғой. Осыларды өстіп, 180 градуста қызарғанша енді 30 минут бола ма, 35 минут бола ма духовкамызға салып аламыз. Сәлеметсіздер ме маманың сүйікті көрермендері. Бүгін дегустация жасау бақыты маған бұйырыпты. Маманың осындай қатпарлы нандарын жеймін. Ұйқыдан тұрсам, мама осындай күшті нан істеп қойыпты. Иісі күшті. Айназға деп жасағанға Айназ ұйықтап отыр, барсам сосын оятпай ақ қойын, жата берсін деп жатыр. Және концерттен келіп еді. Енді мына мен өзім бөліп көрсетейін, енді керемет екенін көрсін мен балам екен. Арасында сармаймен мінекей. Осындай. Қатпарлы дегенде де қатпарлы екен. Ал жеп көрді. Бетімен ұстап бір-бірінен. Как раз салма болады, полдникқа бұл. Қазір кешке салма жасалатын себептен. Иісін бірінші. Қандай майдан жасадыңыз? Сармай. Сейіс шықты күшті. Ал кеттік бісімілі. Қатпарлы деген жандай нан сияқты екен, бірақ күшті, андай жұмсақтығы. Арасына жуа бәрін қосуға жеген шайсын жесең ауылда болған істеген. Жөнім ғой. Ой, енді тоқтап қалмауым мүмкін сені деп қой. Күшті екен. Мына жеп көрейін ба? Жеп көр, жеп көр. Көрсейм, Айназ сосын тұрғасын жейді ғой қазір. Сосын? Бұл немен? Шаймен. Шай болғанда шпинат қой енді. Андағы түрі вообще красавица болып тұр. Көрсетші. Көрсетші мен. Ашпай қойын, Айназ ерек жейді. Мәншілім, күтті дүсі жүргіде болады екен. Мұнда дүзімен прям дәмі. Прям идеально екен. Жын күшті екендер ғой. Обязательно жасап көріңіздер, нан тұзы деген прям күшті екен. Нағыз салмамен ішетін тамақ екен. Прям супер, 5-тің шайына істеуге болады осылай. Вообще күшті екен. Мамада жаман рецепт жоқ қой. Дұрыс жасай берсеңіздер. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін осындай нанды. Әсіресе оңтүстікте енелер осындай жаман қатты жақсы көреді. Табиғи май ғой сосын. Зиян ештеңе жоқ. Енелеріңізге жасап беріңіздер, келіндеріңізге жасап беріңіздер. Сол мамаға подписка жазып лайк басыңыздар, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мамаға рахмет, бізге осындай күнде тәтті тағамдар жасайды. Сол міндетті түрде жасаңыздар, өте керемет дәмі. Маған қатты ұнады.